Жаңызға сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге үй жағдайында кеселді дұрыс дайындау әдісін көрсететін боламын. Менде кеселім 700 грамм, және де оның үстіне осы бокалмен 2 стакан суымызды, үй температурасында тұрған суды қосып, жақсылап бергенше барлығын араластырып алатын боламыз. Жақсылап осылай араластырып аламыз, толық еру керек барлығы. Және де дәл осындай бокалмен үш бокалды ыдысымызға қойып, кастрюлемізге қойып, қайнатуға қоятын боламыз. Мені көріп тұрғандарыңыздай, менде 3 бокал осындай суым осындай дәрежеде болды. Осылай құйғаннан кейін оны қайнаған күтеміз. Мені осындай температурада қайнағаннан кейін үстіне мына кеселімізді құйып жіберетін боламыз. Жақсылап тағы да араластырып аламыз да. Жақсылап барлығын дұрыстап араластыратын боламыз. Астыңғы оты орташа отта болу керек. Сол отта тұрған кезінде өзі қайнайтын болады. Сол қайнаған кезде бетіне көпіргіштер пайда бола бастайды. Сол кезде уже сіздер өшіріп тастайсыздар. Ары қарай сақылдатып қайнатуға болмайды. Мені көріп тұрғандарыңызда дәл осындай болу керек. Мені осындай болғаннан кейін астын өшіріп тастайсыз. Одан кейін жақсылап тағы да араластырасыз. Мені осындай қою болады. Өзіңізге байланысты. Сіз сұйық болған қаласаңыз, онда үстіне тағы да су давап күліп тағы да құюға болады. Міне менде кеселім дайын. Осындай массада пайда болды. Міне сіздер де осылай жасап көріңіздер. Жағдайында өте дәмді. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға міндетті түрде қалдырыңыздар. Сіздерге міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де мен осы YouTube каналымда басқа да өте пайдалы, жағдайында жасалатын, өте оңай жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Көрсеңіздер болады. Сау болыңыздар.